Залым түлкі. Бір күні арыстан ұйқыдан жаңа оянып, есінеп отырса, салып ұрып түлкі келеді. Сәлеметсіз бе, Арыстан аға? Әдейі іздеп келдім дейді. Жайма деп сұрайды Арыстан. Арыстан аға, сонау қарлы таудың ар жағында балбырап тұрған бау бар. Бұдан шыға берісте көкорай шалғын сай бар. Сол сайдың бойында мыңғырып жайылып жүрген сансыз көп қой бар. Қасыңызға біраз нөкер ертіп алып барсаңыз, шіркін-ай, шылқа майға бір кенелер едік ау. Мынауың ақыл екен дейді қарны ашып отырған Арыстан. Сол қойларға тезірек жетейік, қасымызға кімдерді алсақ екен? Жүректіден жолбарысты, білектіден аюды, қарулыдан қасқырды алайық дейді түлкі. Өңкей батырдың ортасында бір қорқақта керек болар, қоянды дала кетейік. Арыстан түлкінің тілін алады. Сөйтіп Арыстан, жолбарыс, аю, қасқыр, түлкі, қоян жолдас болып сапарға шығыпты. Кешке қарай орманның ашықтау бір алаңқайына жетіп, түнемекші болады. Арыстан қанталаған көзімен серіктерін бір шолатта, қарнымыз ашты ғой, не жейміз деп ақырады. Сонда түлкі Арыстанның алдына келіп, қол қусырып тұрып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім дейсін? Аю біздің жолым би, жолым биге кім дейсін? Қасқыр біздің қабан би, қабан биге кім дейсін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім дейсін? Қоян біздің қойымыз, қойымызды сойыңыз. Қарындар ашып отырған аңдар қоянды тарпа бас салады. Ол күні қоянды бөліп жеп, бармен базар десіп жатады да, ертеңіне тағы да жол жүреді. Күнімен демалмастан жүріп, кешке қарай қонаға бір сайдың басына келіп тоқтайды. Арыстан түлкіге қарай бұрылып, қарнымыз ашты, не жейміз дейді. Түлкі қол қусырып тұра қалып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім дейсін? Жолбарыс біздің жолым би, жолым биге кім дейсін? Қасқыр біздің қабан би, қабан биге кім дейсін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім дейсін? Аю біздің қоңыр қой, қоңыр қойды жықта сой. Түлкінің сөзін естісімен жолбарыс аюды алып ұрып жәукемдей бастады. Төртеуі аюдың етіне тойып алып, ұйықтайды да ертеңіне тағы да жолға шығады. Төртеуі қасқарая бір өзеннің жағасына келіп тоқтайды. Арыстан тағы да үйреншікті әніне басып, қарнымыз ашты ғой, не жейміз дейді. Сонда түлкі орнынан ұшып тұрып былай депті. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім дейсін? Жолбарыс біздің жолым би, жолым биге кім дейсін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім дейсін? Қасқыр біздің қасымыз, бүгін жейтін асымыз дейді. Түлкі сөзін аяқтасымен ақ жолбарыс қасқырды жарып салады. Таңертең тағы да жолға шығады. Күнімен жүріп отырып, кешке қарай бір таудың етегіне жетеді. Сол арада түнемекші болады. Үшеуі үш жерде шоқиып отырады. Сол кезде дәндеген Арыстан тағы да түлкіге қарап, қарнымыз ашты ғой, не жейміз дейді. Түлкі Арыстанның ар жағына шығып, қол қусырып тұрып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім дейсін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім дейсін? Жолбарыс бізге жол азық, бүгінгі таңға мол азық. Осы сәтте Арыстан ағаң жолбарысты бас салады. Жолбарыс тыпырлауын қойған кезде түлкі де келіп, терісін сыпырысуға кіріседі. Екеуі жолбарысты жеп болып ұйықтайды. Таңертең екі дос арып ашып, таудың басына өрмелеп шығады. Арыстан солықтап шаршап тұрса, түлкі бір биік шыңның басына келіп, Арыстан аға, тезірек бері келіңіз деп шақырады. Не боп қалды? Төменде қаптаған қой жайылып жүр. Ентігіп Арыстан жетеді. Қане? Түлкі алақанын шапалақтап, жап жақын тұр, әнекей, секірейік, кәнекей, әуп дегенде, Арыстан шыңнан секіріп кетеді де, тастан тасқа соғылып, қызыл жоса қан болып мертігеді. Мұны көрген түлкі, Арыстан аға, дос едік қой, өлімтігіңді қарға құзғынға жем қылмайын деп, Арыстанның терісін сыпыра бастайды.